Шұбалшаң арқылы грыжаны емдеу әдісі. Шұбалшаң арқылы грыжаны емдеу әдісін айтпастан бұрын біздер грыжаның қайдан пайда болатынын айтсақ болады. Оның бірнеше көптеген себептері бар, бірақ бізде ең жиі кездесетін 3 себебін атап өтетін боламыз. Оның біріншісі ауыр заттарды жиі көтеру. Ауыр затты жиі көтеруден бұрын да біздер дұрыс көтермеген жағдайда бізде грыжа пайда болады. Грыжа бізде омыртқа дискілерінен, шеміршектерден, сыртын қаптап тұратын бұлшық ет өзегінде жұлын және оның сыртынан нервтер шығып тұрады. Осы біз ауыр заттарды дұрыс көтермеген кезде омыртқаға бірдей салмақ түспеуінің әсерінен бұлшық еттер шеміршектерде итеруінің әсерінен шеміршектер яғни ығысып кетеді. Сол ығысқан кезде бізде омыртқадағы яғни шеміршектер жұлынды немесе нервті қысуынан пайда болады. Екінші, бізде отырған қалыпта өте ұзақ уақыт мерзімде жұмыс жасау, яғни қазіргі кездегі ең танымал әдістері компьютермен жұмыс жасау. Бұл кезде қан айналым дұрыс айналмайды, соның әсеріне зат алмасу процесі баяулайды. Және де осы зат алмасу процесі баяулағандықтан шеміршек өзін-өзі мүжуі басталатын болады. Үшіншісі, бізде осы жаз маусым айына ең жиі кездесетін себептердің бірі бір салқын, бір мұздай ауа, яғни терлеп тұрып кондердің астына кіру. Осы грыжаларды емдеу әдістері ең қарапайым және тегін әдістері бар. Осы июль айында шығатын шұбалшаңдармен емдеуге болады. Ол үшін бізге кез келген ыдысқа су құйып аламыз дағыны бір күнге 15 немесе 10 шұбалшаңдай жеу қажет болады. 2 мезгілге немесе 3 мезгілге бөліп. Осы ыдысқа құйып алған таза суымызға шұбалшаңды жібереміз. Ол өзінің ішіндегі лайларын шығаратын болады. Дәл осы процесті шұбалшаң суы таза болғанша 4 рет, 5 рет қайталайтын боламыз. Және де осы шұбалшаң өзінің бойындағы барлық заттарды, яғни керек емес лайларын шығарып тастағаннан кейін, біз осы шұбалшаңды қолдануымызға болады. Яғни оны біз тірідей блендермен майдалау арқылы, яғни езу арқылы пайдаланамыз, немесе осы шұбалшаңды бөлшектерге бөліп пайдаланатын боламыз. Осы бөліп немесе блендерден өткізу арқылы айранмен араластырамыз. Оны шайнамай, яғни өздеріңіз ұшынып қалмас үшін шайнамай ішіп жіберуге болады. Бұл бірінші тәсілі. Егер мен осындай тірідей жұтуды қаламаймын деген адамдарға екінші тәсілі бар. Екінші тәсіл, кез келген печкамызға 50 градусқа осы шұбалшаңның үстіне қант сепкен күйі қоятын боламыз. Ол шұбалшаңның өзінің суы шығады, одан кейін қайтадан ол суы буға айналып, яғни шұбалшаң құрғап қалады. Соны талқан сияқты езіп, оны да осы айранмен араластыру арқылы біздер ішуге болады. Бұл бізде грыжаға пайдасын береді.